15 жастағы қыз бен 32 жастағы еркек бір-біріне ғашық болып, бірақ екеуі қосыла алмай қалып, бірнеше жылдан кейін қайтадан көріседі. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін біз «Любовник» деген фильмді талдайтын боламыз. Бұл фильмнің басты кейіпкерлері ол мына француз қызы және китаец. Бұл фильмнің басты идеясы Вьетнамда болады. Анасы қызын автобусқа шығарып салған кезде, үлкен наркоман ағасы анасының ақшасын ұрлайды. Сөйтіп қыз паромда өзінің рейсін күтіп тұрған кезде, дәл сол жерге су жаңа машинамен біреу келіп, оған есікті шопыры ашып береді. Машинадан түскен китаец қызды көріп, қасына барып, өзінің темекісін алып, қызға да ұсынады. Бірақ қыз маған керек емес дейді. Сөйтіп китаец қыздың көңілін қалай аударын білмей, қобалжып тұрып, қыздың басындағы шляпасын мақтайды. Сөйтіп қыз сен кімсің? Қайда тұрасың деп сұрақ қояды. Жігіт болса, мен арғы жағалауда сәулім сарайда тұрам дейді. Бұл қалада барлық мықты әдемі үйлердің барлығы Қытай халқына тиесілі екен. Жағалаудың арғы бетіне өтіп болғаннан кейін китаец қызға сені қай жерге барасың? Сол жаққа жеткізіп тастайын дейді. Машинаның ішінде китаец қыздан сен қайда оқисың деп сұрайды. Қыз мен 11 сыныпта оқимын және адамдарға жасым 17 деп өтірік алдаймын дейді. Және қыздардың общагасында тұрамын дейді. Сиденьенің үстіндегі қыздың қолын көрген китаец шыдай алмай оның қолынан қысып ұстап алып, келіп қалған кезде аяғынан бір сипалайды. Қыз мектебіне жеткен кезде қыз жігітке сау бол деп қоштасады. Ал жігіт болса өзінше болып, үндемей өзін ұстап отырып қызды көзімен шығарып салады. Сөйтіп қыз общагасына келіп өзінің подружкасына жаңағы жігіт туралы айта бастайды. Оның подружкасы түнде оған біраз өсек айтып, және солардың общагаларында бір қыз өзін ақшаға сатқандығын айтады. Сол кезде мына өзіміздің басты кейіпкеріміз өзінің ақшаға сатылуына қарсы емес екендігін айтады. Сөйтіп қыз таңертең жаңағы мектебіне бара жатса, есік алдындағы машинаны танып, оның қасына барады. Ішіндегі китайцты көріп, терезесін сүйіп алып, сабағына кетеді. Кешке жақын сабағынан шыққан қыз алды-артына қарай береді. Бірақ жаңағы китаец жігіт жоқ. Сосын бірнеше күннен кейін далаға шығып қалса, китаецтің машинасын көріп, оған мініп, сосын китаец оны өзінің бір бөлмесіне апарады. Сөйтіп китаец жаңағы қызға саған ғашық болып қалуы мүмкін дейді. Ал қыз болса, істейтінін тезірек істеп, ғашық болма дейді. Екеуі тірліктерін бітіріп болғаннан кейін китаец қызды ресторанға апарады. Сол кезде қыз китаецқа прикол қылып, егер де анам біліп қойса мені өлтіреді, ал ағам сені өлтіреді деп күледі. Сосын қыз оған, біз жақта пәктігін жоғалтқан қыз уже тұрмысқа шыға алмайды. Өйткені ол деген біз үшін өте ұят дейді. Ал жігіт болса, ол рас. Біздің де жағымыз дәл сондай дейді. Мен саған үйлене алмаймын. Өйткені сен пәктігінді тойға дейін жоғалтып алдың деп екеуі жынды сияқты болмайтын приколды жыртылып күледі. Келесі күні таңертең дәл сондай оқиға болады. Қыз общагасынан шықса, есік алдында китаец күтіп, оны машинасына мінгізіп алып, кешегі бөлмесіне апарады. Сөйтіп екеуі күн сайын кездесіп, көңілдерін бірге көтереді. Бірнеше уақыттан кейін қызда каникул болады. Оны үйіне дейін китаец жігіт апарып тастайды. Оны көрген анасы кешке жақын қызына ұрсып, ол кім дейді. Қыз анасына, өтірік ол жай ғана мені танысын дейді. Сосын анасы қалтасына бір қағазды алып шығады. Ол қағазда қызыңыз бірнеше күн подряд общагада қонбаған дейді. Сөйтіп қыз оған да бір сылтау тауып, общаганың іші сол күні жаман ыстық болды. Сөйтіп мен ол жаққа қона алмадым дейді. Сосын бірнеше уақыттан кейін анасы қызына мені бағанағы танысыңмен таныстыр дейді. Сөйтіп китаец оларды күтіп жіберейін деп ресторанға шақырады. Китаец қызық болсын деп оларға әңгімесін айтып отырса, оның сөзін ешкім тыңдамайды. Өйткені барлығы өмірінде тамақ көрмеген адам сияқты қымбат тамақтарды ұрып алады. Сөйтіп олар кабакқа билеуге барады. Қыздың наркоман ағасы өзінше болып китаецқа тиіскісі келеді. Ал анасы болса баласының қылығынан ұялып жылай бастайды. Барлығы біткеннен кейін қыз бен китаец бұрынғы бөлмелеріне барып, тағы да уақыттарын бірге өткізеді. Қанағаттанған қыз китаецтан сен осы төсек үшін қанша ақша бересің деп сұрайды. Сөйтіп китаец қанша ақша керек деп сұрайды. Қыз болса ұялмастан 500 пиастр дейді. Сөйтіп китаецқа ол түк емес. Портмонесін ашып алып, оған бере салады. Ал қыз болса ақшаның барлығын алып, анасына жинап береді. Арада бірнеше уақыт өткеннен кейін китаец
ауырып отқан әкесіне барып жаңағы қызға үйленуге рұқсатын сұрайды. Әкесі болса оған қарсы болып, оның 10 жыл бұрын бір қызбенен аттастырып қойғанын айтады. Сөйтіп китаец ол туралы жаңа қызға айтып береді. Қыз болса, әкеңдікі дұрыс, мен бәрібір бұл жерден 1 жылдан кейін кетіп қаламын дейді. Сөйтіп екеуі қайттан китайецтің бөлмесіне барады. Сол кезде қыз, сенің қалыңдығын әдемі ма деп сұрайды. Китаец болса, оны өмірінде көрмеген және де ол тек қана байдың қызы екенін ғана білемін деп жауап береді. Қыз қайттан өзінің үйіне қайтып барады. Қыздың қолындағы қымбат жүзікті көрген ағасы оған тиісіп, оны саған китаец сенімен бірге бір түн өткізгені үшін ғана берді деп оған ұрсады. Сөйтіп қыз оған ол өтірік, мен китайцтерді жек көремін деп жауап береді. Ағасы қыздың трусыйын алып, оны иіскеп, одан китайцтың иісі шығып тұрғанын айтып, қарындасын біраз сабалайды. Сосын анасы наркоман баласын Францияға қуып жібереді. Бірнеше күннен кейін китайцтың тойы болады. Сосын кешке жақын қыз бұрынғы бөлмелеріне барып китайцты күтіп отырады. Китаец келмейді. Сөйтіп қыз анасымен бірге Францияға кетіп қалады. Бір түні қыз бір музыканы естіп, жігітін сағынып қатты жылайды. Сөйтіп арада біраз жыл өтіп кетеді. Бір кезде уже жасы үлкен қызға китаец хабарласып оған жақсы көретінін және де өмір бойы жақсы көріп өтетіндігін айтады. Осымен фильм бітті. Достар, фильм ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписка істеңіздер. Келесі видеода кездескенше.